Мойын омыртқасының физиологиялық иінінің жоғалуына не себеп болады? Мойын омыртқасының физиологиялық иілімінің жоғалуы дегеніміз, мойын омыртқасының физиологиялық иілімі өзгеріп түзуленіп кетуі. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл мойын омыртқасының алға қарай дөңестенген табиғи иілімі азайып не мүлде жоғалып кетуі. Тіпті кейде омыртқа керісінше иіліп, артқа қарай дөңестеніп кетуі мүмкін. Көп жағдайда мойын омыртқасының алға қарай дөңестенген физиологиялық иілімінің сақталған-сақталмағанын анықтау үшін рентген, яғни X сәулелік түсірілімі жасалады. Мойындағы омыртқа иілімінің жоғалуына әртүрлі себептер әсер етуі мүмкін. Жастарда бұл жағдай көбінесе ұзақ уақыт бойы телефонға үңіліп отыру, үстелде еңкейіп жұмыс істеу секілді дұрыс емес дене қалпын ұзақ сақтап отырудан болады. Қозғалмай отыру көп. Әрекет жоқ болғандықтан мойын бұлшық еттері әлсірейді. Уақыт өте келе мойын омыртқасының табиғи иілімі түзуленіп кетіп, тіпті керісінше артқа қарай дөңестеніп иіледі. Егде жастағы адамдарда омыртқаралық дискінің су құрамы азайып, тіпті құрғап, сусызданып биіктігі төмендейді, немесе омыртқа сүйектерінде остеопороз, яғни сүйек тығыздығының төмендеуі пайда болып, омыртқа сүйектері сына тәрізді өзгерістерге ұшырайды. Сондықтан жас кезден бастап мойын омыртқаның физиологиялық иілімін, яғни табиғи иілімін сақтауға аса мән беру қажет. Жоғарыда айтылған мойын омыртқасының түзуленуі болсын, немесе тіпті мойын омыртқасы артқа қарай дөңестеніп өзгеруі болсын, барлығы да мойын омыртқасының әртүрлі ауруларына алып келеді.